Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және боқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Олай болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз үшін пайдалы болатынына сенімдімін. Лавр жапырағынан дәрі-дәрмек жасалады. Емдік қасиеті мол. Оны халық емшілігінде де қолдануға болады. Солардың кейбіріне тоқталып өтейік. Суық тиіп қатты жөтел қысқанда, лавр жапырағының 2 данасын алып, 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салып, 15 минут қайнатады. Қайнаған соң 1 ас қасық бал қосып жылыда ішеді. Ішер кезде лавр жапырағын алып тастайды. Міндетті түрде жылыда ішу керек. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесінде көзіңізді жеткізетін боласыз. Ара шаққан кезде, ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Құрметті көрермен, каналымды осы айдың аяғына дейін 500 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмын. Сондықтан каналға жазылып, лайк басуды, пікір білдіруді ұмытпаңыз. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз мені жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға одан сайын шабыттандырады. Үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңіз